Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, ашытқысыз, содасыз дайындалатын, дәмі тіл үйіретін, жасалуы да өте оңай жасалатын пирожки дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық қажет заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын. Ең алдымен ұнымызды саламыз. Мен 400 грамм көлемінде ұнды салдым. Өлшемей-ақ бірден жұмсақ қамыр илеп жасай берсеңіздер болады. Ұнды өлшеп салу міндетті емес, тек қамырын жұмсақ қылып елесеңіздер болды. Одан соң жарты шай қасық сары май, 1 шай қасық тұз салып, оның үстіне сәл ғана қантты салып жібереміз. Жылы суды құямыз. Судың температурасы қатты ыстық та салқын да болмауы қажет, жылы болғаны дұрыс. Егер салынған май сәл қаттылау болатын болса, саусақтың ұшымен бөліп алып, одан соң саусақтың ұшымен ала отырып, қамырымызды біріктіретін боламыз. Бірден қатты күшпен басып қажет емес, саусақтың ұшымен ала отырып, жұмсақ қылып илеу қажет. Сонда біздің қамырымыз да өте жұмсақ болып шығады. Қамыры қатты болып кеткен жағдайда илеуге де ыңғайсыз, қатты болып кетеді. Сол себепті жұмсақ қылып илеуге кеңес беремін. Осындай жұмсақ болып бірікті. Мінеке көргендеріңізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайын болды. Енді осы қамырымызды біздің салмамыз дайын болғанға дейін бетін жауып қойып қоямыз. Келесі салмасына картоп қосамын. Картоптарым тез пісу үшін майда қылып турап салдым. Сонда тез пісіп жұмсақ болып шығады. Картоп пісіп жатқан кезде қамырды екінші қайра басып алатын боламыз. Сонда июі жақсы қанып, біркелкі әдемі теста болып шығады. Тестаны екінші қайра басқан кезде де жай күшпен басқан дұрыс. Енді осы тестаны қайтадан ыдысымызға салып қойып қоямыз. Біздің салмамыз дайын болғанға дейін жұмсақ болып тұрады. Келесі салманың ішіне салатын жуа, яғни пиязды ұсақтап турап аламыз, көбектап турап аламыз. Кішкене майда қылып тураған дұрыс. Жуаны салатын себебіміз біздің картопымыз құрғақ болмай, дәмін келтіріп тұратын болады. Сол себепті жуаны осылай майда етіп турап, қуырып аламыз. Жуамыз турап болғаннан кейін майымызды қыздырып, кішкене ғана май құямыз. Тым көпте, аз да болмауы қажет. Орташа құйып, оның үстіне турап алған сарымсақ, яғни пиязымызды қосамыз. Мен 1 дана сарымсақты қостым. Енді осы сарымсақтарды жақсылап қуырып аламыз. Қатты күйіп кетпеуі қажет. Оттың астын төменге қойып қойған дұрыс, сонда күймей өзінің қалпын жақсы ұстап пісіп шығатын болады. Мінеке көргендеріңізде осылай біркелкі болып пісіп шығады. Енді біздің салмамыз, яғни картопымыз дайын болды. Картопты енді арнайы өзінің құралымен жақсылап езіп шығатын боламыз. Түйіршік қалдырмай осылай езіп шығамыз. Пюре қылып, яғни оның үстіне қуырып алған майымызды құямыз. Жуа мен май араласқан салмасын саламыз. Сонда біздің картопымыз құрғақ болмай, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы жуа мен картопты қосуды ұмытпаңыздар. Оның үстіне дәмін келтіру үшін тұзын саламыз. Тұзды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәміне қарай салатын боламыз. Одан соң бұрыш саламыз. Бұрышты да тым көп қосып қажет емес. Кішкене дәмін келтіріп салсаңыздар жеткілікті. Барлығын жақсылап араластырып аламыз біркелкі етіп. Міндетті түрде пиязды майға қуырып қосатын болсаңыздар, сонда картоп құрғақ болмай өте дәмді болып шығады. Келесі енді дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, немесе бірден жая берсеңіздер болады. Мен 2 бөлікке бөліп алдым. Бірден жаятын боламыз. Қамырды 2 бөлікке бөліп, күлшелеп аламыз. Келесі бірден мантының, яғни еттің қамырына жайғандай етіп, осылай ұнға аунатып отырып, жайып аламыз. Тым қатты жұқа да, қалың да қылмай жаямыз. Мінеке мен қамырды жайып болдым. Сіздерге түсінікті болу үшін 7 шелпек нанның қамырының қалыңдығы ұқсатып жайсаңыздар жеткілікті. Одан тым қатты қалың да, жұқа да болмау қажет. Келесі дөңгелету үшін осындай арнайы майонездің немесе арнайы дөңгелекше құралдарыңыз бар болса, бірден сомен дөңгелекше етіп жайып алып, ортасына дайын болған салманы салып аламыз. Салма кішкене суығаны дұрыс, бірден ыстықтай күйінде салмай,
Қамырды жайғанға дейін салма кішкене сойды, соғанға дейін ұстап, осылай салып біздің пирожкиларымызды дайындай береміз. Түйу әдісі өте оңай. Көргендеріңізде екі жақ шетін жақсылап бассаңыздар жеткілікті. Әдемілік үшін вилканың, яғни шанышқымен мен басып шықтым. Майға салған кезде ашылып кетпейтіндей етіп қатты қылып жапқан дұрыс шет жақтарын, себебі майға салған кезде бірден нанымыздың шет жақтары ашылып, май жан-жаққа шашырайтын болады. Мінекей түйу әдісі өте қарапайым, осындай болып шығады. Барлық бөлігін осылай түйіп шығамыз. Пирожкиді жасап жатқан кезде майды алдын ала қыздырып қойып, енді дайын болған пирожкаларымызды екі жағын қызарта ала отырып пісіріп алатын боламыз. Осы пирожкиларды қонаққа столға салсаңыз да өте әдемі көрінеді. Көргендеріңізде қызарып әдемі болып пісіп жатыр. Енді екі жағы мінекей пісіп дайын болды. Бірден табамыздан аламыз. Бөлек ыдыстың үстіне пирожкиларды орналастырмас бұрын астына қағаз төсеп қоятын болсаңыздар, қағаз пирожкидің майын өзіне сіңіріп жақсы болып тұрады. Дәл солай барлық пирожкилерді екі жағын қызартып алып пісіріп аламыз. Көргендеріңізде ешқандай ашытқы сода қоспасақ та жақсы көтеріліп пісіп жатыр пирожкилері. Мінекей осымен біздің пирожкиларымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге бір жасағаннан ұнайды деген сенімдемін. Ылғи да осы әдіспен, тәсілмен жасайсыздар деген сеніммен айта аламын. Бір жасасаңыз, келесіде міндетті түрде жасауыңызды сұрайтын болады. Салқын болса да желініп кете береді, ешқандай майы қатпай, өзінің қалпын жақсы ұстап тұрады. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін жоғарғыдағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Жаңа видео шыққан кезде сіз бірінші болып көре аласыз. Назар салып тыңдағаныңызға рахмет.